Жұма күні елімізде ауа райы қандай болады? Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің соңғы жаңалықтарынан хабардар болу үшін каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Синоптиктер Қазақстанда 2023 жылға 13 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынды деп хабарлайды Zakon.kz сайты. Синоптиктер болжамынша еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын болады. Қазақстан Республикасының оңтүстігі мен оңтүстік шығысында жаңбыр соңы қар жауады. Қазақстанның солтүстік батысында және солтүстігінде жауын-шашын жаумайды. Республиканың барлық аумағында екпінді жел соғып тұман түседі. Астана көшпелі бұлт шығады, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік батыстан соғады, түнде 2-7, күндіз 9-14 метр секунд. Ауа температурасы түнде -2, -4 градус, күндіз 8-10. Алматыда күндіз бұлтты, жаңбыр жауады. Солтүстік батыстан соғатын желдің күші 3-8, күндіз екпіні 15-20 метр секунд. Ауа температурасы түнде 11-13, ал күндіз 14-16 градус. Шымкентте түнде және таңертең күн бұлтты болады, жаңбыр жауады. Солтүстік батыстан соғатын желдің күші 8-13, екпіні 15-20, кей жерлерде 23 метр секунд. Ауа температурасы түнде 4-6, ал күндіз 9-11 Цельсий градус бағанын көрсетуде.